Көбінесе көпірден өтіп бара жатып оған мән беріп отырмаймыз, иә. Алайда кейде датаво андай біртүрлі сұмдық көпірлер бар да ше, қайсы миы жоқ жасаған деп ойлап қаласыздар. Мысалы, мынадан енді біз қалай өтуіміз керек, а? Сәлеміздер, мен Диана Кю. Бүгінгі роликте ең ақылға сыйымсыз көпірлерді көрсетіп шығамын. Не бір қиялдар да өмір сүреді екен ау деп ойланып қалатын боласыздар. Миллениум. Иә, мына басқаша Англиядағы көпірдің аты Миллениум. Әзірге сіздерді қатты шошытпай тұрайын. Бұл көпірді суда жүзетін кемелерге арнап жасаған. Кеме өтетін кезде бұлай көтеріледі. Әрине көпір көтерілгенде машина бұлай тұрсын, даже бір адам да көпірде болмауы қажет. Ал мынау өмір сүргісі келмей жүрген жігіт қой деймін. Істеп жатқанын қараңыздар. Көпір көтерілгенде үстінде өзі емес, байықпен жүр ғой еще. Жанзиязе. Дұрыс айттым деп ойлаймын. В общем, Қытайдағы стеклянный көпір. Биіктігіне қараңыздар, 300 метр екен. Үстінен жүріп бара жатып, тура стекло сынып түсіп кететіндей көрінеді. Ой, Диана, қош, мен өте беретін едім бұл көпірден десеңіздер, онда мынау ше? Батыл жүректер бар ма? Или қой, тыныш отыра берейін дейсіздер ма? Мен мысалы даже жақындамайтын да едім. Көпірдегі үйлер. Иә, көпірдің үстінде орналасқан үйлер қандай жүрек жұтқан болу керек бұндай жерде тұру үшін. Тағы да сол Қытай. Кәдімгі бір жилой комплекс ұйымдастырған. Базар, магазиндері де бар еще. Тегін берсе де бұл жақтан үй алмайтын едім ау. Хуашань тауы. Тағы да Қытайдағы қорқынышты жер. Көбісі өлім тауы деп те атайды екен. Не үшін екенін түсініп тұрған шығарыстар. Бір жіптен байлап алып, адамдар осыншама биік таудың үстінде кішкентай көпір сияқтының үстінен ғана құлап кетейін деп қорқып дірілдеп жүреді. Не үшін десеңіздер, әшейін типа аттракцион сияқты бірдеңе ғой. Деп әрең жүр ғой, иә. Егер тайып құлаған жағдайда ешкім сізге жауап бермейді. Экранның ар жағында отырып мен жаман болып кеттім ше. Первый раз в жизни я делаю такой подвиг. Попробуем заснять это. Россиядағы Витим атты қотыр көпір. Бір бастап толық өтіп кетем дегенше бүкіл өмірін көз алдыңнан өтетін шығар. Бақытқа орай дейміз ба, 2016 жылдан бері бұл көпірден өтуге тыйым салынған екен. Сонда да ішінде жыбырлап жатқан бірдеңелер барлар. Әшейін өзі бұлай тұрсын, қызық үшін деп грузовикпен өтіп жатады. Ешқандай құлаудан қорғалып тұрған жері де жоқ. Кім аман қалады, кім құлайды, чисто удачаға байланысты. Айналайын астындағы суға құлап кетуге желание жоқ дегендер лайкты шпах етіп баса салыңыздар. Бастыңыздар ма? Дальше кеттік онда. Дахштайн көпірі. Австрияда орналасқан таудың ең биігінде. Кейде ауа райы анық болып тұрады, ал кейде бұлай қар жауып быт-шыт болып тұрады. Дәл осы Дахштайнның қасында одан да беттері бар. Өлім баспалдағы деп аталады. Анау-мынау адам өте алмайды. Қараңыздаршы, қандай кошмар. Руи. Меніңше қытайлықтар бір-бірімен көпір жасап жарысып жатыр ау деймін. Руи атты басқаша көпір. Дизайнын қатырыпты енді. Қайсы жағынан бірінші болып өтіп көретін едіңіздер? Үстінен ба, әлде астындағы стеклянный болып тұрған мына екі жолынан ба? Мен астынан өтіп тура ортасына барып алатын едім. Бүктелетін көпір. Мына көпірден өтпей жатып, ең бірінші қалай ашылып жатқанын тез телефонға түсіріп алу керек қой. Көпір қайттан орнына келеді, адамдар дым болмағандай беймарал өте береді. Осы неге бізде осындай сияқты ерекше көпірлер жоқ, а? Алтын мост. Шыны керек, осындай фотоларды көріп әлі күнге дейін бұл көпір өтірік, жасанды интеллект жасаған деп ойлап жүредім. Іздеп қарасам, шын өмірде бар көпір екен. Вьетнамда орналасқан. Негізі дымды айырмашылығы, ерекшелігі жоқ кәдімгі көпір. Алайда мына екі гигантский тас қолдар тура көпірді көтеріп тұрғандай көрсетеді. Негізінде ол ештеңені де ұстап тұрған жоқ, алайда күшті көрінеді. Әшейін сол алақандар үшін әр түрлі елден адамдар қыдырып келеді.
жоламау керек көпір. Айпетру атты көпір екен 1500 метр биіктікте орналасқан. Қанша қызық көрінсе де жоламай қоя саламыз ау. Итак, анау мынаулар бара бермейді. Ұшатын көпір. Астынан кемелерді өткізіп, кейін қайттан орнына келе салады. Ойыншық сияқты көрінеді, иә? Да болып қала салады. Пакистандағы Хусейн атты көпір әлем бойынша ең опаснайларының бірі. Қартайып қалған көпір деп елестете беріңіздер, в общем. Астында көл тұр. Құласаң бітті. Көлдің ағысымен любой жаққа кетіп қаласыздар. Абайлап өткеннің өзінде қаншамасы түсіп кетіп жатады. Жел қатты болып көпір қимылдап тұрса, ойлаудың өзі қорқынышты. Астында уже мүлдем жарамсыз көпір тұр. Оған жақындауға да болмайды. Сонда да қаншама құлақсыз адамдар келіп өтіп жатады. Рахмет, айналайын, не болса да бармайтын едім. Жабайы көпір. Питер мультигіндегі осы сцена есіме түсіп кеткенше. В общем, бұл ағаш жіптен құралған екі жақтағы ағаштардың ортасындағы Америкадағы Каку көпірі. Тірі өту үшін аяқты бұлай басу керек болады. Негізі әдемі, жан-жақтың бәрі ағаш, орман, әдемі табиғат. Тек биіктен қорыққаннан бастарыңыз осылай айналып кетпесе. Жаман көрінгенімен негізі қауіпті емес екен. Көп адам тұрып алса да оңайлықпен бұзылмайды. Малдардың көпірі. Иә, арнайы мал жайып жүргендер үшін оларды өткізетін көпір бар екен. Непалда орналасқан, аты асылып тұрған көпір. Жануарлар биіктен қорқу дегенді білмей ма, или үйреніп қалған ба? Былай қарасаң сұмдық көрінеді ғой, иә? Иә, малдарға арнап көпір тұрғызғанды бірінші рет көріп тұрмын. Сіздер ше? Биг Мак. Вьетнамдағы 8 километрлік көпір. Білесіздер ма, көпір гибкий етіліп жасалған. Қатты жел болған кезде қимылдайды, алайда оның түк жаман жері жоқ. Сонда да көптеген адамдар бұл көпірден машинамен жүріп өтуден қатты қорқады. Енді мынаған қараңыздар. Бұл дәл сол көпір емес, басқасы. Вашингтондағы Гертия атты мост. Көпір құрылғаннан соң 4 ай өткенде желдің кесірінен көпір шайқалып құлап қалған. Жел анау айтқандай қатты да болмаған. Сонда да жақсы құрылмағанда ше, қалай қимылдап жатқанын көріңіздер. Уже осы трагедиядан соң ғана көпірлердің құрылысына қатты мән беретін болды. Ал қазір болса қанша қатты жел болса да, мысалы, құлай бермейді. Шөптен жасалған көпір. Иә, шөптен жасалған. Мықты емес қой деп ойлап тұрған болсаңыздар, онда дұрыс ойлайсыздар. Қурап қалған шөптер күнде біртіндеп ұшып кетіп жатыр. Сол үшін де әр жыл сайын көпірді обновить етіп тұрады. Бұндай көпірлер әсіресе бұрынғы заманда хит болған. Почти әрбір көпірлер дәл осылай шөптен жасалған екен сол кезде. Ал қазір болса шөп көпірлерден тек бір штугы ғана, яғни осы ғана қалған. Адамдар бұл ата-бабамыздың бізге қалдырған мұрасы деп қатты құрметтеп қарайды. Обновить етіп болған соң 1000 адам болып оны тойлайды екен. В общем, біздің наурыз сияқты праздник қой, оларға жылына бір рет келетін. Қызық, Биік кошмар. Мұнаның қасында американский горкилеріңіз қалып кетеді. Қытайдағы Ванше паркінде дәл осы мост бар. Бұл жайлы алдын бір айтып едім. Ағаштардың арасы қандай ашық екенін, қалай бір еркектің жібі босап кеткенін, Енді соның қасында дәл осы бір түрлі стеклянный мост бар. Міне осыған мен точно қорықпай баратын едім. Көрінісі өзгеше күшті ғой. Так, қайсы көпірден точно өтетін едіңіздер, қайсы көпірге мүлдем жоламайтын едіңіздер. Комментарийде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі. Так, қайсы көпірден точно өтетін едіңіздер, қайсы көпірге мүлдем жоламайтын едіңіздер. Комментарийде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Так, қайсы көпірден точно өтетін едіңіздер, қайсы көпірге мүлдем жоламайтын едіңіздер. Комментарийде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал